Сәлеметсіз бе? Бүгінгі біздің тақырыбымыз измена. Ең ауыр тақырып. Әрбір әйел қыз үшін. Себебі жан күйеуін бір әйелмен, бір қызбен сөйлесіп жатса, және ол сөйлескенін біліп қойсаңыз, өте қатты әрбір әйелге ауыр болады. Себебі аяқ қолыңыз дірілдеп, көзіңіз қарауытып, денеңіз дірілдеп, не істеріңізді білмей қаласыз. Ғалымдар дәлелдеген, әйел адам үшін измена ол тірідей өлтіріп, тірідей өртеумен бірдей. Яғни екеуінің қатты ауруы әйел адамды тірідей өлтіргенмен тең. Әрине, оны ешкім сезбеуі мүмкін. Қанша айқайласаңыз да, қанша қырылсаңыз да, сіздің бойыңызды, ауруыңызды ешкім де сезбеуі мүмкін сізден басқа. Бірақ ол дегеніміз заттарыңызды жинап алып, бала-шағаның барлығын алып, бірден ажырасып кету емес, бірден кетіп қалу емес. Ханымдар, ақымақ болмаймыз. Себебі сіздің күйеуіңіз сіздің орныңызға басқа біреуді таңдап тұр, басқа біреуге сізге айтпаған жылы сөздердің барлығын айтып тұр, барлық іс-әрекетті жасап тұр, сіз тұрған кезде. Ал сіз бүкіл затыңызды алып кетіп қалу керексіз бе? Және де оған ренжіп, күндіз-түні жылау керексіз бе? Бүкіл өміріңіздің мәнін тоқтатып? Жоқ, олай емес, ханымдар. Эмоцияның барлығын өшіріп, әрекетке көшу керексіз. Себебі еркек адам бір рет измена жасады ма, екінші рет жасайды деп айтып жатыр. Егер де сіз өзгермейтін болсаңыз, өте ауыр, бүкіл әлем айтады. Өзгеру керек әйел, өзгеру керек дейді. Ол негізі жаман сөз емес. Жақсы жаққа қарай, мықты жаққа қарай өзгеру керексіз. Оның іші ашитындай. Және де сіз қазір бүкіл болдың барлығын басыңыздан кешіп жатсыз ғой. Соның барлығын ұмыту үшін әрекет сізге қатты қажет. Себебі мен қазір қолымды пышақпен кесетін болсам, ол бір күнде, екі күнде жазылмайды. Ол жайлап жазылады, және оған күтім керек. Яғни спиртпен сүрту керек, обработка керек. Дәл солай сіздің жаныңыз қатты жарақат алды сол күйеуден. Ал оны емдеу керекпіз. Себебі сіз емдемейтін болсаңыз, оның барлығы сіздің ең бірінші денсаулығыңызға зиян болатын болады. Себебі ешкім еш нәрсесі кетпейді. Сіз ауру боласыз, және де сіз ертең Құдай сақтасын ауру болып өліп қалуыңыз мүмкін. Ал артыңызда қалған бір бала болсын, ол ертең жетім болып, ешкімге керексіз болып қалуы мүмкін. Сол үшін де есті жию өте маңызды. Өзіңізбен жұмыс жасау өте маңызды. Ханымдар, барлықтарыңызды БД-ға шақырам. БД-ның бағасы всего лишь 7 теңге. Қазір ойлауыңыз мүмкін, ой, реклама ма деп та. Бірақ сол БД-да мен сіздермен 10 күн бойы бетпе-бет сабақтар беріп, қалай сол обидадан босайсыз, қалай өзіңізді құтқарасыз, қалай оған төтеп бересіз, қалай бұрынғы қыз сияқты, қыз кездегіңіздей құлпырып әдемі болып жүресіз, соны үйрететін болам. Себебі адам мен, ойын, состояние өзгертетін болса, көп нәрсені өзгерте алатын болады. Басқа адамдарға және де жетістікке, ақшаға сіз магнит боласыз. Өзіңізді өзгерту өте маңызды. 7 теңге всего лишь БД-ға келіңіздер. Оплатаны қалай жасайын дейтін болсаңыздар, менде актуальный деп БД деп тұр. Сол жақтан төлем жасап, чекті маған жекеге жіберіңіздер. 10 күн бойы сіздермен жұмыс жасайтын боламыз. Сұрақ жауап болады. Ең бастысы, бұл білімдердің барлығы сізде өмір бойы сақталатын болады. Ханымдар, есті жиямыз, жыламаймыз, өзімізді көтереміз. Біз барлық жақсылыққа лайықтымыз. Қыз кездегіден де мықты боламыз. Есті жиямыз.